Ассалаумағалейкум, құрметті біздің оқырмандарымыз. Бүгін сіздерге айтар ақжолтай жаңалығымыз бар. Әсіресе жылқы шаруашылығына, мал шаруашылығына қызығатын азаматтар үшін бұл таптырмайтын кеңес болар еді деп мен өз басым ойлаймын. Өйткені біз бүгін отбасы және жастарды қолдау қорының көмегімен 30 бас жылқы және сол шаруашылыққа байланысты техникаларды алып отырған үлкен азаматымыз, фермерімізбен сұхбат құрсақ деп отырмыз. Ол кісінің аты жөні Жетімеков Ерболат Амангелді мырза. Ерболат мырза, бізге қош келдіңіз. Қадамыңыз оңынан болсын. Міне естіп жатырмыз, фондтың көмегімен сіз үлкен шаруашылықты бастайын деп жатырсыз. Ол қандай шаруашылық? Шаруашылыққа қандай мал алып жатырсыз? Әңгіменің басын осыдан бастасақ. Бұл жылқы шаруашылығы. Біз жылқы алайын деп отырып, 30 бас жылқы осы қор қаржыландырып, осымен техника алдық. Енді қора қопсы аранымызды реттеп жатырық, жылқы да алып жатырық. Міне жаңа енді бастап жатырық. Негізі нәтиже жайында әлі айтуға ерте шығар. Бірақ ең бастысы бұл қордың азаматтары маған ең алдымен бұл әлгі ақша салуға ниет білдіргені, бұл менің өзім арманымды айтқаным. Мынау қазақтың бұрынғы, мысалы, бабаларымыздың әрбір дала академия ғой. Әрине. Мынау жылқыларды бұрын түрімен, түсімен, тұқымын аздырмай, бабаларымыз солай ұстаған, солай баққан. Қазір кейінгі кезде өзіңіз де байқайтын шығарсыз, жылқылар асып кетті. Екінің бірі, мысалы, даладан әкеп жығып сап соя алмайсыз. Оны семірту керек. Оның семіртуде жаңа технологияларды бәлгі егермек, баймек деген уколдармен егетті. Оның әрбірден соң денсаулыққа зиян болып жатыр. Жеген асымыз денсаулыққа зиян болып жатыр, дұрыс айтасыз. Енді ең таза, экологиялық таза дейміз ғой. Даладан әкеп өз еркімен жайылған малды әкеп сойғанда ақтарып түсіп жатса, қазіргі арманымыз осы болды. Осы арманыңызды айттыңыз қордың басшыларына. Ол кісілер сізді қолдады. Енді Құдай қаласа, осы қордың көмегімен сіз 30 бас жылқы аласыз. Қандай тұқымға көңіл бөліп отырсыз? Көшім тұқымы, мұғалжар тұқымы бар ғой жылқыда, кәдімгі қазақы қазанат деген сияқты. Қайсына басымдық бермекшісіз? Мен бірнеше тұқымды араластырып, негізі. Бір жағынан жаңағы басын өсіре отырып, бір баяғы өзіміздің қазақтың, мысалы, біркелкі бөліп алмаймын. Мұғалжар, мысалы, қазір қазақтың бренді, мұғалжар, күршім брендтер бар бізде. Енді біздің ауылымызда да, мысалы, 1000 бас жылқының ішінде бәрі бірдей жаңағындай азып кеткен емес, онда да жақсы тұқымдар бар, мысалы. Мысалы, ауылда бір азамат бір ала айғыр әкеп салды да үйіріне, жылда жабағысы қазы бермейтін. Енді айғырын айырбастағаннан кейін қайсысын сойсаң да елі бармақ қазы береді. Қан тазарды ғой. Қан тазарды. Жоқ, тек қана қан тазарған емес. Бізде сондай әлі айғыр бұрынғы әлгі өзіміздің қазақ тұқымдар бар. Селекция жасау керек. Селекция жасау. Мен жаңағы мұғалжар, мысалы, мынау Алтайдан келген Новоалтайский завершенный деген тұқым бар, күршім бар. Солардан ең олармен жаңағы асып кеткен тұқымды ептеп көтеріп алып, сосын нағыз өзіміздің қазақы бір енді жаңа бір тұқым шықа ма, енді оны келесі көрсете жатыр, Алла қаласа. Бір бағытта жаңағы, мысалы, мұғалжарды ғана өсірем деген, күршімді ғана өсірем деген ондай бағытымыз жоқ. Біз жаңағындай жалпы қазаққа енді қазақы тұқым бөліп жарып айтпайтын, мысалы, бір ортақ бір қазақ тұқым кез келгенін алып, жаңа сойсаң ақтарып түсетіндей жағдай. Ағайын, арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз енді. 30 жылға таңдалды ма енді? Қашан аласыз? Қай күн аласыз? Қор басшыларымен қандай келісімге келіп отырсыз? Жылқылар таңдалды ма? Ақша бөлініп жатыр, жаңа айттық қой, техникалар алынды, мысалы. Енді малға ақша бөлінді, көздеп белгілеп қойған жылқыларымыз бар. Алла қаласа, мына ауылға барысымен енді сонымен айналысамын. Енді бұл шаруашылық қай елді мекеннен құрып жатсыз? Бұл Қаражалы қаласының Ақтай елді мекенінде. Бұның жаңағы өзі нағыз. Бізде маңайда егін жоқ, егінге қолайсыз жер, сондықтан егін егілмейді, жылқы еркін. Бір несі тиімділігі сонда бізде. Жылқы еркін болғаннан кейін оның
айдауда болғаннан кейін жылқының болуы еркін болғаннан кейін өзінің баратын жеріне барып жейтін шөбін жеп еркін жүргеннен кейін жылқыда жақсы еркінде болғаннан жақсы жайылып қолын жақсы жинайды. Сіз естіп жатырмыз, тағы да осы қордың көмегімен жылқыдан бөлек техникалар алып жатсыз. Сол жаңа жылқы шаруашылығында мал бағуға қолайлы қандай техникалар алып беріп жатыр қор сізге? Енді жол таңдамайтын көлік. Джип. Иә, джип. Хайлюкс, ол тек қана жаңағы шаруашылыққа бірдеңе жем шөбіңді мысалы соғанда барлық жағынан енді келетін нағыз ауылға арналған техника екен. Сол техниканы алып беріп жатыр. Одан кейін енді анау екі аяқты мотоциклдар, енді қазір жылқылар ұзап кететін жағдай болса, ізін кесіп отырсыз. Иә. Қазір өзі мынау заманның несіне бар, мынау Төлеген Жаманов деген ақын бар, білесіз ба? Білем. Сол бір күн айтады, бір бауырыма барма, ол да енді шаруашылық көтеріп жатқан жігіт. Бір бауырыма жылқыны қарап келіңдерші деп айттым дейді. Жаңа кеткен сияқты, бір 15 минуттан кейін қайтып келіп тұр дейді. Жылқыға неге бармайсың? Барып келдік қой. Қалай жаңа ғана тұр едім. Сөйтсем не ой, снегоход. Сонымен соны айтып тұрды, ой шіркін ай. Баяғыда әкелеріміз, бабаларымыз дейді, таңертең кетеді, түннің бір уақытында мұрты, сақалдары мұз басып келуші еді жылқымен. Ақылай оқылап, түн қараңғысына түсіп жатушы еді, атын таң асырып алып қойып. Қазіргі заман осылай болып жатыр, техниканың заманы болып жатыр деп. Сол сияқты енді техника алдық. Мотоцикл. Техникалар алынды. Енді қоражай да дайындалып жатыр. Енді жылқыларды таңдау жасап қойдыңыз. Бүгін ертең аламыз деп отырсыздар бұйыртса. Енді өзіңіз аға кез келген қазақтың қанына сіңген бұл кәсіп қой. Өйткені бұл ата кәсіп, біздің ата кәсібіміз. Енді сіз осы кәсіпке келгенге дейін, шаруашылыққа бет бұрғанға дейін қай салада болдыңыз? Қызмет жасадыңыз? Мен өзім негізі мамандандырылған өрт сөндірушімін. Мені ғажап. Өрт сөндірушіден енді жылқышы дейсіз ба? Иә, ол қанда бабаның қанында бар нәрсе шығады ғой. Мысалы көлікте келе жатсаңыз да, далада келе жатқан жылқы көрсе мойын бұрмайтын қазақ болмайды. Жылқы деген өзі қазақпен біте қайнасқан. Жылқысыз қазақты елестету мүмкін емес. Жаугершілік заманда да мінсе көлігі, ішсе сусына, жесе асы болған, біте қазақ жаралға беріліп біте қайнасқан мал ғой. Қордың көмегі басқа банктерден салыстырғанда әлдеқайда жеңіл шығар. Өйткені басқа қаржы ұйымдарында пайыз өте жоғары, білесіз. Бұл әлеуметтік жоба сияқты маған солай елестеп отыр. Ол қолдау қорды батында тұр ғой. Қолдап тұр, тек қана қаржыландырып өзіне табыс табу емес. Мысалы менің жаңағы маған құрылған шаруашылықты көтеріп, осыдан көтерілген жаңағы көбейген малды келесі бір жаңағы шаруашылық көтеру. Енді қазақтың жағдайын көтеру деп қордың мақсаты сол. Менен соңында осыны алдыңа мал сатып берем, осыны көбейтіп келесі адамды жаңағы осылай көтер деген осындай мақсат. Ал енді бізден алған көмекті жаймен, асықпай, төлдер арқылы жаңағы жауып отыр деген мақсатпен келісіммен істеп отырсыздар ғой. Бұл өте үлкен көмек менің ойымша. Енді аға, менмін деген жаңағы көзінде от ойнап, күре тамырында қазақтың қан ойнап тұрған екі жігіттің біреуі, егіздің сыңарының арманы ол жылқы айдап, мал айдап атар, содан өзінің несібін айыру. Қазақ деген жігіттің арманы сол. Көп жігіттердің. Қазіргі жағдайда тіпті агралдық мемлекет болғаннан кейін, тем более қазіргі соңғы кездегі қиындықтар әр қазақты ауылға итермелеп тұрған сияқты көрінеді маған. Енді сіз осы шаруашылықпен айналсам, мал бағып несібемді сол малдың етінен айырам, сүтінен айырам деп отырған жігіттерге қандай кеңес айтасыз? Бірақ қолында ақшасы жоқ, қаржысы жоқ, жері болғанмен, қора қопсысы болғанмен, сол мал алуға қаражаты жоқ жігіттерге қандай кеңес айтасыз? Мүмкін қордыға келіп, өздері бір ақпарат алып, осындағы мамандармен тілдескені дұрыс па? Сіз енді шарапатын көрейін деп отырсыз, бізді қаншама оқырмандарымыз оқиды әлеуметтік желі арқылы, солға қандай кеңес айтасыз өзіңіз?
Міне мен өз басымда көріп отырмын, қазаққа жанашыр азаматтар бізде Аллаға шүкір бар. Соның бірі міне осы қорда қызмет жасап жатқан азаматтар ешкімнің бетін қақпайды деп ойлаймын. Мен осы қорға келсін, жаңағы арман осындай ниеті болған адамдар келсе, демеуші осы қордың азаматтарынан демеушілік. Ал енді ең бастысы өзінің ниеті ғой, жаңағы жұмыс істеймін деген, жағдайымды көтеремін деген. Осы қорға келсін, таныссын, қордың көмегіне жүгінсін. Міне, құрметті оқырман, сіздер бізді көрдіңіздер, сұхбатымызды естідіңіздер, білдіңіздер, ешбір боямасыз, бүкпесіз, ерекеңді сонау жаңарқадан алдырып, сіздерге өзінің тәжірибесімен бөлістіріп отырмыз. Арнайы сіздерге де осы азамат үлгі болсын деп. Демек көрдіңіздер ғой, қашанда мүмкіндік бар, ол өзімізге байланысты. Сіз ақшам жоқ, қаражатым жоқ деп кәсіптен қорқып жүруді бүгіннен бастап доғарыңыз. Ізденіңіз, қорға келіңіз, көмегін алыңыз да мың қырған мал айдаған бай болыңыз. Оған кім кедергі? Ешкім демес. Қазақ айтады, болам деген жігіттің бетін қақпа, белін бу дейді. Демек сіз қорға келсеңіз, сіздің бетіңізді қақпаймыз, беліңізді буып, алдыңызға мал салып береміз. Тіршілік жасаңыз, отбасыңызды асырап, қаржылық қиындықтардан құтылыңыз. Едіге мырза, өзіңізге рахмет. Алла қаласа 30 жылқыңыз 300 басқа көбейген кезде бізге тағы да бір келіп сұхбат беріп кететін шығарсыз. Алла қаласа. Сол күндерде жолығайық. Рахмет сізге. Алла разы болсын.